Сәлем достар, бүгін біздің Арманға бір қадам деген проектіміздің келесі бөлімі шығып жатыр. Алдында есіңізде болса, біз алған криптовалюталар туралы кішкене айта кетейін. DOT криптовалютасынан 2 транзакция жасадық. Ортаңғы бағамыз где-то $7 маңайында болды. Қазір баға сәл төмендеу болып тұр. Бірақ усредненияға тағы да бір позицияны кеңес бере алмаймын, өйткені кеше қатты падение болған кезде, сол кезде алсаңыз $5 алуға болушы еді. Біз ол кезде алған жоқпыз. Сол себепті қазір 6-9 болып тұр баға, ол бағамен біз алмаймыз. Пока осы позиция өзгеріссіз қалады. Ина криптовалютасы мен Oasis криптовалютасын алатын болсақ, ол жерде баға тура сол біз уровеньда алған бағамен тең болып тұр. Сондықтан қатты өзгерістер жоқ та бұл жақта. Өзім жақында қараған бір жаңа проект бар. Steam деген криптовалюта, Binance-да бар, Gate.io-да бар, өте көп мықты жақсы биржаларда бар екен. Қысқаша осы проект туралы айта кетейін. Бұл Facebook, WhatsApp, ВКонтакте, Instagram сияқты парақшалардың криптомен байланысты бір түрі деп айтуға болады. Мысалы, көп платформаларда контент салған адам көп табыс таппайды, платформаның бастықтары ғана байиды. Ал именно Steam-ның проектында контентті салушы адам, любой пользователь, сізде мысалы бір контент салатын болсаңыз, сол жерде криптомен табысқа шығуға болатындай проект жасап жатыр. Қазір енді ғана жақында ғана басталған проект деп айтуға болады. Бағасы, маған өзі техникалық анализ жағынан бағасы өте тиімді болып тұр, өйткені ең басында нарыққа шыққан бағасы мен бүгінгі бағасы тең уровеньда тұр. Кешегі паденияға қарағанның өзінде де қазіргі баға тура сол уровеньда тұр. Демек біз қазір ең басында кірген адамдардың бағасымен сатып ала аламыз. Сондықтан біз осы Steam валютасының 60 данасын бүгін сатып алдық. Достар, назарларыңызға рахмет. Біздің видеоларымызды жібермей қарап отырыңыздар.